Есік қаққан адам. Өзін өлімге кесерден 27 сағат ілгері Нора Сид тозығы жеткен диванда смартфонын шұқылап басқалардың бақытты өмірін қарап отырған. Өз өмірінде де бір жаңалық болса екен деген үміті бар. Осы кезде шынымен бір тосын жайт болды. Ешкімнің келерін күтпесе де есіктің қоңырауы шырылдады. Ашайын ба, жоқ па деп біраз ойланды. Енді кешкі 9 болса да пижамасын киіп алған еді. Иығы салбыраған үлкен өлшемді Eco Warrior футболкасы мен торлы шалбарына қарап қымсынғандай болды. Сәл де болса мәдениетті көрінгісі келіп, шәркейін іле салды. Есіктің арғы жағында ер адам тұрды. Нора оны танитын. Ебедейсіз қозғалатын ұзын тұра арық жігіттің жүзі мейірімді, ал көзі бар сырынды оқып тұрғандай өткір әрі терең. Нора жігіттің бұл келісіне таң қалғанымен қуанып қалды. Спорт киімдерін киген жігіт күн жаңбырлы салқын болса да терлеп тұр екен. 5 секунд бұрын Нора өзі ұнатпай тұрған киімін енді бұл жігітпен салыстырып тіпті қорашсынып қалды. Алқам-салқам кезінде жетіп келген-ай. Әйтсе де жалғызсырап отырған адамға бәрібір. Экзистенциалды философияны оқығанда жалғыздық адамның ғаламдағы болмысының бірі екенін түсінсе де, басқа адамды көргеніне қуанды. Әш, деді жымиып, есімін Әш қой. Я, солай, жай жүрсің бе? Көргеніме қуаныштымын. Бірнеше апта бұрын Нора электр пианиносын ойнап отырғанда Бэнкрофт авенюді жүгіріп бара жатқан Әш 33-ші А пәтердің терезесінен мұны көріп қол бұлғаған, ал талай жыл бұрын кофе ішуге шақырған еді. Бүгін де сондай ниеті бар шығар. Мен де қуаныштымын, деді жігіт, бірақ маңдайының қыртысы жазылмады. Дүкенде кездескенде екеуінің әңгімесі жеңіл өрбейтін. Бұл жолы даусы құмығып әрең шығып тұр. Жігіт қабағын қақты. Бірдеңе деп ыңыранды. Сөзі анық естілмеді. Жүгіріп жүрсің бе? Деп сұрады Нора. Мәнсіз сұрақ. Жүгіріп келгенін көріп тұр ғой. Әйтсе де жігіт үйреншікті тақырып табылғанына қуанғандай лезде сөйлеп кетті. Я, Бетфорд жарты марафонына қатыспақпын осы демалыста. Жақсы, күшті. Менде қатысқым келген, бірақ кейін жүгіргенді жек көретінім есіме түсті. Күлкілі болып шығады деп ойлаған жігітке әсер етпеді. Жүгіргенді жек көрем дегені өтірік. Жігіттің тым салмақты болғанынан секемденіп, көділденсе деп еді. Үнсіздік созылған сайын екеуі де ыңғайсыздана түсті. Мысығым бар деп едің? Деді жігіт кенет. Я, бар. Аты есімде қалыпты. Вольтер. Жирен түсті тарғыл емес пе? Я, өзім оны Вольтс деймін. Вольтер десең шәлкестене қалады. 18-ші ғасырдағы француз философиясы мен әдебиетін жақтырмайтын болып шықты. Тоғышар неме. Не ғой? Мысықты сұрағаным. Әш қыздың шәркейіне қарап тұрып сөйледі. Ол өліп қалған сияқты. Немене? Жол жиегінде қыбырсыз жатыр екен. Қарғыбауынан атын оқыдым. Көлік қағып кетсе керек. Қайғына ортақпын, Нора. Тосын хабардан зәресі ұшқан Нора әлі күлімдеп тұр. Езуін жимаса бұл әлемде ештеңе өзгермейтіндей. Вольтс тірі қалады, ал бұл істейтін дүкеннен гитараға арналған әндер жинаған сатып алған жігіттің келу себебі басқаша болып шығатындай. Кенет оның хирург екені есіне түсті. Ветеринар емес, адам дәрігері. Өлі мен тіріні шатастыра қоюы неғайбыл. Өкінішті. Нора әдеттегідей қамға бастады. Тек әлгінде ішкен серталин жылауға мүмкіндік бермейді. Бэнкрофт авенюдің 4 бұрыш тастар төселген дымқыл көшесіне шықты. Байғұс хайуан жаңбыр суы шайған тас жолдың жиегінде серейіп жатыр. Басын бері бұрып жаяу жолға қарап қалған. Әлде бір құсты қуып бара жатқандай қос табанын тырбитып созып алыпты. О, Вольтс, о құдайым, жоқ. Ең жақын досына айналған мысықтың өліміне күйзеліп қайғыруы керегін біледі. Тек басқа бір сезім араласып кетті. Вольтердің момақан алаңсыз жүзіне қарады. Енді оның еш жері ауырмайды. Сол-ақ екен, тосын күй билеп, жаны ашудың орнын бөтен сезім басты. Қызғаныш. Free audio post-production by alphonic.com